Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Алия. Бүгін сіздерге осындай салқындатып ішкенге өте күшті шөлді басатын ашытпаның жасалу рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге ең басты керек зат мұнда арпа. Қыздар күріштен жасауға да болады, бірақ арпамен күшті шығады. Алдымен арпамызды тек бір рет қана жуамыз, 2-3 қайтара жууға болмайды. Содан соң салқын суымызға салып, үстіне татымына қарай тұзымызды салып қайнатамыз. Бір қайнаған соң бетіндегі көбіктерін алып, отымыздың астын жай басып, шамамен 30-40 минуттай қайнатамыз. Арпамыздың езіліп қайнағаны жақсы. Осы арпамды үлкенірек ыдысқа салып алып, оның үстіне қайнаған 1 шәйнек суды құйдым. Одан соң осылай ащы айранымды құйдым үстіне. Менде қолдың айраны. Айранымыз ащы айран болуы керек, қыздар. Егер де айран ащы болмаса, күннің көзіне 1-2 сағат қойып ашытып алып құйсаңыздар болады. Одан татымына қарай тұзымызды саламыз. Міне қыздар, осымен біздің ашытпамыз дайын. Бұның үстіне әлі де қайнаған су құюға болады, қыздар. Бұны салқындатып ішсеңіздер өте күшті, қыздар.